Они когда-то транспорт без нашествия, маршрут без стабильно. Өткен аптада арнамыздың түсіруші тобы тәртіп сақшыларымен бірлесіп облыс орталығына рейдке шықты. Мақсат көше мен қоғамдық орындар полицияның күшімен қаншалықты қамтамасыз етілгенін көзбен көріп, нәтиже шығару. Расын айту керек, кейде күндіз түні үй көрмейтін полицейлердің жұмысы осыншама қиын деп ойламаппыз. Күнделікті жұмыс барысында жеке бастарын қауіп-қатерге тігіп жататын полицейлер өздеріне тапсырылған міндетті орындап келеді. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жергілікті және шетел азаматтарының емін-еркін жүруіне толық мүмкіндік жасау полицияның иығына жүктелген басты міндеттің бірі саналады. Жалпы үстіміздегі жылы 11 айдың жұмысын қорытындылаған ішкі істер басқармасы көше мен қоғамдық орындарда жасалатын қылмыстар төмендегенін алға тартады. Ежедневно. Соңғы уақытта полициямен бірлесіп жұмыс жасауға ниет білдіретін азаматтар көбейіп келеді. Әрине, бұл қуантарлық жағдай. Біз де барынша жұмысты жақсартуға күш жұмсап келеміз. Тәртіп сақшылары, білім басқармасы, қоғамдық көмекшілер мен кейбір ата-аналар бірлесіп жүргізетін жұмыстар өз нәтижесін беріп отыр. Қазір барлық түнгі клубтар, ойын-сауық көңіл көтеру орталықтары мұқият тексеріліп тұрады. Білім ордаларымен бірлесіп тәртіпке көнбейтін оқушыларды ортаға алып ашық әңгіме жүргіземіз. Соның нәтижесінде мектеп оқушылары арасындағы қылмыстар төмендеді деуге болады. Бұл бағытта бақылау жұмыстары жүргізіле бермек. Адресінен ауысып кеткен, адасып кеткен, ішіп алып, біреудің есігін теуіп, соғып, біреудің шырқын бұзып, осында хабарлама түскеннен кейін келіп тұрмыз. Бұл азамат ішімдікке сылқия тойып алған, аяғында әрең тұр. Мастығы осыншама тіптен өзінің тұрғылықты мекен-жайын ұмытып қалса керек, түн уақытында танымайтын біреудің есігін соғып мазасын алған. 02 телефонына хабар түскен бойы жаяу патруль тез жетіп, оны медициналық айықтырғышқа жеткізді. 13-ші шағынаудан 20-ші үйдің жертөлесі жасөспірімдер бас қосатын орынға айналған. Колледж студенттері мен мектеп оқушылары мұнда карт ойнаумен уақыт өткізеді. Учаскелік инспектор бірнеше рет ескерту жасағанмен олар құлақ аспапты. Тұрғындардан түскен арыз шағым да аз емес. Мұндай бас қосудың соңы қайғылы оқиға апаруы ғажап емес. Себебі ойын соңы отқа айналмасына кім кепіл? Сондықтан түнгі уақытта өз балаларының не істеп жүргенін ата-аналары бақылауға алғаны дұрыс дейді полицейлер. Подвал кіруге болмайтын білесің ме? Просто дала салқын, жайында ішіп отырасың. Қайда оқисыңдар? Колледжде. Қай колледжде? Энергетик. Неқта жет нелер постоянно жалуются жатыр, замокты бұзып кіреді ішке балдар. Свет тоқты кім электрик көшеде бар ма? Тоқты жалдайтын? Тоқтың астынан өліп қаласың ғой? Жіктер? Болмайды ғой? Біліп тұрып қалам. Әке-шешелерің бар ма? Бар. Үйлерің бар ма? Баратын? Енді үйде отырмайсыңдар ма қадем? Барлық студенттер учаскелік бөлімге жеткізілді. Мұнда олар полицияның есебіне алынатын болады. Одан соң кәмелет жасқа толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар профилактикалық жұмыстар жүргізеді. Жастардың түнгі уақытта, бос уақытта қалай және қайда өткізетіні жайында ата-аналарына хабарланады деді учаскелік инспектор. 5-ші шағынауданда орналасқан Лола дүкенінің жанында мына азаматты белгісіз біреулер соққыға жыққан. Үстіндегі киімі, қалтасындағы ұялы телефоны мен бар ақшасын тартып алған. Сөзіне сенсек, оны бір топ жастар тонаған көрінеді. Примет, скажите нам. Я могу. Дома кто есть? В какую сторону побежали? В какую сторону побежали? Они там. Сколько их человек? Много их. Күдік туғызған мына жасөспірімдерді полицейлер тексеруді жөн санады. Біреуін тінту кезінде қалтасынан анаша есірткі заты табылды. Құқық бұзушылар тәртіп сақшыларын есірткіні көшеден тауып алдым деп сендіргісі келді. Бірақ мұндай жауапқа кім сене қойсын? Қайдан алып кімге жеткізбек болғанын құпия санады. Оларды қинап сұрауға ешкімнің құқығы жоқ. Сондықтан ендігі кезекте бұл деректі тергеу амалдары анықтайды. Ал олардың бізге берген жауабы мынадай. Пакет взял, проверил, все, вот что лежит, я пошел домой. А ты не подумал о последствиях? Не бросать же такое на улице добро. Нет, это разве добро, по-твоему? Ну, а на что это хорошо же? Это или совершается в отношении. Бізде үлкен проблемаға айналып отырған мәселенің бірі нашақорлық пен маскүнемдік. Жалпы нашақорлықтың алдын алу жұмыстары өз деңгейінде жүргізілгенімен, оны пайдаланушылар саны артып отыр. Өкінішке орай спирттік ішімдік пен нашақорлыққа тәуелділердің қатарында жасөспірімдер де аз емес. Жасыратыны жоқ, ішімдікке салыну айтарлықтай қоғамда проблема туғызып отыр. Ақтау қаласы бойынша орын алған қылмыстың 70% спирттік ішімдік салдарынан болған. Мұны талдау көрсетті. Қоғамдық орында мас күйінде көрінген
келген адам әкімшілік жазаға тартылатыны белгілі. Бұл бағытта біз жұмысты жалғастырып келеміз. Бұрын қылмыс жасап, одан соң дұрыс жолға түскендер 10 күннен тұрғылықты мекен жайы бойынша учаскелік полиция инспекторына келіп тіркеліп тұруы тиіс. Талапты орындамаған жағдайда құқық бұзушының қайта темір торға қамалуы ғажап емес. Кезінде сотты болған мына азамат үнемі полицияның назарында. Все нормально, да, претензии? Все нормально, претензий нет, нарушений, все нормально, молодец. Не пьем? Нормально. Детей он растим, ребенка, сейчас спит он. Сейчас у соседа он сантехнику делаю, ванну ставлю, унитаз ставлю. Чего вы нам не приходите? Как, отмечаюсь постоянно. Как во время 10-го, 20-го, 30-го отмечаюсь, не нарушаю. Медициналық айықтырғышқа қоғамдық орындар мен көшеде мас күйінде көрінгендер ғана жеткізіледі. Тәулігіне орта есеппен алғанда 20-30 адам осында түнеп шығады. Бірі заңға бағынғысы келмей полицейлерге қарсылық көрсетсе, енді біреулер өздерінің айыбын түсінеді. Милицияларға қояр талабың бар ма? Жоқ па милицияға қоятын талабың? Өзің кінәлісің ба? Конечно. Арақ ішкен үшін ұстады ма? Да, конечно, блин. Енді бұдан былай не істейсің? Ішпейсің ба? Мужик бар, как положено. Айтшы, за что, кто, что такое? Это папирос, который... В общем, бұған анаша салат, анаша жігіт бұны. Вот, мына жігіт водитель. Мына. Вот, походу, вот, занимается с анашу, он курит, походу, анашу. А он что, как объясняет сам? Вот просто, не знаю, дед, не мое, дед, лучше. 5-ші шағынаудан облыстық филармонияның жанында тұрған Volkswagen автокөлігін тексерген полиция қызметкерлері көлік жүргізушінің анашаға масайған деген күдікпен қарап қателеспепті. Расында да бұл азаматтың шылым шеккендігі соңынан расталды. Оның жанында жеңіл жүрісті бойжеткен бар екен. Ұялса керек, жүзін көрсеткісі келмеген ол ішкі істер басқармасына баруға қарсылық танытпады. В этом году у нас имеется результаты. Мен Ақтау қаласының тұрғындарын құқық бұзушылыққа қарсы тұруға шақырамын. Бұл ортақ міндет. Әрбір адам жауапкершілікті ұмытпағаны дұрыс. Ал заңға қайшы келетін әрекет жасалса, онда біз шара қолдануымызға тура келеді. Ең алдымен осыны еске саламын. Оның үстіне әкімшілік және қылмыстық кодекстерге көптеген өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Сол талаптарға сай бізге тапсырылған жұмысты жалғастыра береміз. Полицейлермен облыс орталығында жүргізілген рейд осылайша көрініс тапты. Бар болғаны 6 сағатқа жалғасқан жұмыстың нәтижесінде 47 құқық бұзушылық деректер тіркелді. Ал мұндай рейд күнделікті жүргізілетінін ескерсек, тәртіп сақшылары арқалаған жұмыстың оңай емес екеніне көз жеткізуге болады. Бүгінде талап пен тәртіп күшейтілген заман, заңға бағынғысы келмегендер жауапкершіліктен құтыла алмайды. Әкімшілік жазаның өзі айтарлықтай қиын соғады құқық бұзушыға. Себебі айыппұл көлемі бірнеше есеге өскені белгілі. Тіптен 3-тен 10 тәулікке дейін қамауға да алынады.